Индустриалдық инновациялық бағдарламаға сәйкес Қазақстанның мұнай-газ зауыттарының жаңғырту жұмысы 2015 жылға дейін кезең-кезеңмен жүргізілетін болады. Бүгін Астанада өткен 7-ші Қазэнерджи Еуразиялық форумның салтанатты ашылу рәсіміне қатысқан премьер-министр Серік Ахметов осылай деді. Бүгінде Қазэнерджи форумы қазақстандық және әлемдік энергетиканың өзекті мәселелері талқыланатын негізгі халықаралық алаңға айналып келеді. Себебі бұған дейін өткен мәжілістер осы шараның тиімділігін көрсетті. Мемлекет пен бизнес арасындағы байланыс күшейіп, Қазақстанның мұнай-газ кешенін тұрақты дамытуға қажетті алғы шарттар жасалды, деді үкімет басшысы. Биылғы форум тұрақты энергетикалық болашақты қалыптастыру мәселесіне арналады. Әлемнің 50 мемлекетінен келген делегаттар энергетика саласының дамуы және ғаламдық энергетика қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі Қазақстанның рөлін талқылайды. Форумға қатысып жатқан сарапшы мамандар энергетика саласының даму болашағына көз жүгіртіп, оның алдағы 10 жылдық жоспарын жасауды қолға алмақ. Сондай-ақ Серік Ахметов Атырау мұнай өңдеу зауытын қайта жаңғыртудың арқасында жоғары сапалы бензинді өндіру көлемін 3 есе арттыруға болатынын айтты. В нефтегазовой отрасли республики приходят значительные инвестиции. 2013 жылы солтүстік Каспий жобасын іске қосу жоспарланып отыр. Бүгінде табиғи газды өндіру көлемі артып жатыр. Осыған орай Қарашығанақта жылына 5 миллиард текше метр газды өңдейтін зауыт салынатын болады. Ал Қазақстанның мұнай-газ зауыттарын жаңғырту жұмысы 2015 жылға дейін кезең-кезеңмен жүргізіледі. Сонымен қатар елбасымыздың Жасыл көпір әріптестік бағдарламасын бастағанын білесіздер. Энергетика мен ресурстың жаңа түрі жасыл энергетиканы дамытуға да бар күш-жүгерімізді салуымыз керек. Биылғы форум аясында Қазақстанның тарихында алғаш рет дүниежүзілік мұнай кеңесі ұлттық комитетінің бас қосуы өтеді. Яғни бұл дегеніміз Қазэнерджи Қазақстанның және әлемдік энергетика саласындағы өзекті проблемалар талқыланатын халықаралық сұхбаттастық алаңына айналады деген сөз. Энергия мен экология Астанадағы бас қосуда қаралатын негізгі мәселе. Елдің энергетика саласындағы негізгі шараға халықаралық сарапшылар, саясаткерлер мен ірі компания басшылары жиналды. Өзгерістер торабындағы әлем, тұрақты энергетикалық болашақты қалыптастыру. Қазэнерджи Еуразиялық форумына биыл осындай айдар тағылды. Проблема, которая обсуждается. Бұл форумда талқыланып отырған мәселе өте өзекті. Қазіргі таңда не өндіресің дегеннен гөрі аз шығын шығарып, қоршаған ортаға залал тигізбеу үшін қалай өндіру керек деген маңызды. Әрине, дайын рецепт жоқ. Сондықтан да форум барысында сарапшылар кеңесе отырып, тиімді әрі дұрыс жолды анықтаудың ортақ ұйғарымын табады деп ойлаймыз. Қоршаған ортаны қорғау мәселесіне компания айрықша мән береді. Мәселен, өндірістен табиғатқа келетін залалды азайту, озық технологияларды енгізу сияқты жұмыстарға жыл сайын қомақты қаржы бөлінеді. Әсіресе экотиімділікті арттыруға ерекше көңіл бөлінеді. Петроказахстан на сегодняшний день является одним из. Петроказахстан қоршаған ортаны қорғауға назар аударып отырған Қазақстанның көмірсутегі нарығындағы маңдайалды компаниялардың бірі саналады. Біз мұнай өндіру аймақтарындағы жанып тұрған алауларды өшірдік. Бұл таңдауымыз дұрыс деп сеніммен айта аламын. Ал форумда айтылған әңгіме осындай проблемаларды тиімді шешудің бағыт-бағдарын көрсетеді. Форум аясында өндірістік сала қызметін дамыту бойынша 6 алқа мәжілісі, дөңгелек үстелдер мен конференциялар өтеді. Елдің тарихында алғаш рет дүниежүзілік мұнай кеңесі ұлттық комитетінің бас қосуы болады. Бұл жиынға Қазақстан атынан Қазэнерджи қауымдастығы қатысады. Дархан Әбдуахит және Рүстем Рүстемов, Хабар агенттігі.